Қаржабай ағаның сұхбатын көріп, көптеген халық маған Қаржабай ағаның отбасының қандай текті екендігіне таңғалып жатқанын жеткізіп жатыр. Әрине, мен осы отбасының бірінші күннен бастап түсінгенім, нағыз қазақтың отбасы осындай болу керек. Ұлтжанды, бауырмал, өзінің баласын, отбасын, жақындарын шын мәнісінде жақсы көріп, солар үшін басын тігіп, әділеттілік үшін күресе алатын адамдар міне нағыз қазақтар. Сондықтан да ағамыздың да күрсіндірген жері ол оралман деген сөзді әлі күнге дейін қазақ халқын қолданып жүргендігі. Мені де таңғалдыратын сол, себебі қанымыз бір, жанымыз бір адамдар бір-бірімізге бөтен болуымыз мүмкін емес. Оған да қоса кетерім, қазақтың жерінде өсіп өніп, қазақ тілін үйреніп біліп, қазақ тілін, ділін, дінін қастерлеген адамдар, олар да қазақтар, басқа ұлт өкілі болғанның өзінде де. Және де Қаржабай ағаның айтқан сөзі, өкініштісі інісі мен баласының осы кең байтақ жерге сыймай кеткендігі. Сондықтан қазақ халқын есімізде сақтайық. Әрбір қазағымыз, жалғызымыз. Қазақтың жанашыр, қазақ қана. Бауырларымыздың барлығы бір-бірін өзінің бауырындай көрсе, сонда біз әлемдік алпауыт боламыз. Біздің болашақ біздің қолымызда. Арлы болайық, намысты болайық, ұлтжанды болайық, бауырмал болайық, қазақ болайық. Оян қазақ, көзіңді аш, өтер, басты. Болса егер әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтан сақтанамын деп отыр. Қазағым, елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып, қанған жоқ па әлі күн, ұйықтайтын бар не сиқын. Оян қазақ, оятуға тырысам, масқара ғой қазақ бола жығылсаң, зақ кетірме қазақ деген есімге, ақиқатты айтқан сөзді ұғынсаң, тақта отыр ібілісте шайтан ба, енді маған жол қалмады қайтарға. Ей жігіттер, ояныңдар ендігі, сөз қалмады айтарға. Ұстамайды мен енді қубас күн, басым дейік бұдан әрі тұрмаспын. Ата-бабам қорғап қалған кең далам, Қытайлардың емес шығар төсегі, біліп жүрсін әрқайсысы, қайда жүргенін шамалы. Қайын тұрады бұл елдің осына алтын табағы, жауынан айза садағы. Қазағым, сені ренжіткен ажалың ғана табады. Жақында ғана 5 бауырың бірігіп, 100 Қытайды сабады. 1000 баламыз біріксе, әлемді жаулап алады. Алға Қазақстан, алға қазақ елі. Күш бірлікте, біз біріксек алынбайтын қамал жоқ. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі видеода жемқорлық жайында сөз қозғаймыз. Қазақстанда жемқорлық жайламаған сала қалмаған, өздеріңіз білесіздер. Трәпкі ұстайтын, пол жуатын уборщицадан да взятка талап етеді деп естиміз, құлағымыз естіп қалады. Яғни пара сұрайды деп. Трәпкі ұстайтын, пара сұрайтын жағдайға жетсек, онда бүкіл жерде жемқорлық жайлаған деп есептеуге болады деп есептеймін мен. Жемқорлықты жоюдың бірден бір жолы, жемқор ұсталған жағдайда өзінің дүние мүлкін, туысқандардың дүние мүлкін, нағашылардың дүние мүлкін, бөлесінің дүние мүлкін, жиенінің дүние мүлкін тәркілеу керек. Және ол жемқормен ұсталған адамға 7 ұрпағына дейін мүлде қызметке алынбау керек деп есептеймін. 7 ұрпағына дейін. Сосын жемқорлық жою тағы бір системасын қалыптастыру үшін жемқормен ұсталған адамды, яғни адамды жұмысқа салу керек деп есептеймін, оны қамамау керек оны. Ауыр жұмыстар бар ғой, ауыр жұмыстарға салу керек, ешқандай айлық бермей. Одан кейін көшелерге, баннерлерге
100 жаңа есім деген сияқты есімдер іліп қойып жатсыздар ғой. Сол сияқты 100 жаңа жемқор деп бақырайтып іліп қойыңыздар. Құдасының ауылына, нағашысының ауылына, бөлесінің ауылына, жиенінің ауылына, өзінің туып өскен ауылына, қалаларға, облыстарға, атасының атын, әкесінің атын, өзінің атын, баласының атын түгел жазып қою керек деп есептеймін мен. Сол кезде қояды деп ойлаймын. Және жемқорлыққа ұсталған адамды срогының аяғына дейін отырғызу керек. Ешқандай аяушылық, рақымшылық, условный деген нәрсе берілмеу керек ондай адамға. Дүние мүлкі түгел тәркіленіп, керек десеңіз коммунальный услугалар тройной тарифпен есептелу керек деп есептеймін мен. Жемқормен кім ұсталады? Кому услугасын, мысалы, газын тройной тарифпен, светін тройной тарифпен, суын тройной, мусорын тройной тарифпен есептеу керек деп есептеймін. Біз солай ғана жемқорлықты жоямыз. Өз ойыңыз жаза кетіңіз видеоға, лайк басыңыз, маған тіркеп кетіңіз. Бюджетті толтырудың тағы бір түрі, яғни қазақстандық бюджетті толтырудың бір тағы бір түрі. Бізде мынау қазба байлықты өндіретін шетелдік компаниялар бар, соларға шынайы бақылау енгізіп, сол қазба байлық өндіріп атқан компанияларға өсіру керек салықтың мөлшерлемесін, яғни 30-40%-ға дейін өсіру керек. Мен солай ойлаймын. Сол қазба байлықпен айналысып атқан компанияларды түгелмен тексеріп, шынайы жұмыс жасап жатыр ма, экологияға тиімділігі қандай, экологияны былғап жатыр ма, бүлдіріп жатыр ма, түгел тексерілу керек әрбір компания. Үнемі бақылауда болу керек. Және түгел тапқан табысының біршама бөлігін қазынаға құйылатын ету керек. Сондай келісімшарттарды, условияларды қою керек, яғни келісімшартты. Кім сол шартқа келсет, біздің қазба байлықпен айналысады. Кім келіспейді, қазба байлықпен айналыспасын. Айналысатын адамдар өзі келеді шетелден. Сондай условия қою керек өкімет. Біз солай ғана мемлекеттің бюджетін толтырамыз. Ал шағын және орта кәсіптің мойнына салықты іле бергеннен Қазақстанның жағдайын көтере алмаймыз. Шағын және орта кәсіпті керек болса 10 жыл, 20 жыл, 50 жылға салықтан босату керек. Себебі шағын және орта бизнестің көлемін қазір 5% деп есептейтін болса, 50-60%-ға дейін көтеруіміз керек. Сонда ғана Қазақстанның жағдайы жақсы болады. Сондықтан қазба байлықтармен айналысып жатқан компаниялар бар ғой, шетелдік инвесторлар. Соларға көбірек салық салып, көбірек бюджетке ақша түсетін ету керек. Біз солай ғана ұлттық қорды толтыра аламыз. Кезіндегі қойылған договорларды күшін жою керек деп есептеймін. Себебі 98% инвестордың пайдасына, 2% Қазақстан мемлекетінің пайдасына деген сияқты бір түсініксіз договорларды жою керек. Абсурдный договорларды. Кемі 50-50 болу керек деп ойлаймын мен. Сонда ғана Қазақстанның жағдайы дұрыс болады. Және бюджеті де толық болады, ұлттық қорды толық болады. Видеоға өз пікіріңіз жаза кетіңіз, маған тіркеліңіз, лайк басып кетіңіздер, бір-бірлеріңізге жіберіп қойыңыздар видеоны. Аман бол.